Тәхсиби ахлак дегеніміз нәпсінің мінез құлқын реттеу, тәрбиелеу деген сөз. Ал енді нәпсіні реттеу, тәрбиелеу не үшін маңызды? Егер де мен бір отты алып, пештің ішіне қоятын болсам, онда мен ол отты тәрбиелеген боламын. Әрі үйді жылытамын, әрі тамақ істеймін. Ал егер ол отты тәрбиелемей айналаға шашатын болсам, үйді жандырамын. Дұрыс па? Нәпсі де дәл осындай жағдай. Нәпсіні тәрбиелеген кезде көресің, ол бір ерекше бір түрде Раббысын тануға арналған өлшем бірлік. Тәрбиелемей үйдің айналасына жаятын болсаң, үйіңді жандырып үстіне қояды. Ал енді нәпсіні ең көп ұқсатқан, салыстырған материалдардың бірі теңіз құмы. Өйткені теңіз құмын тәрбиелейтін болсаң, не пайда болады? Шыны пайда болады. Бұл шынымен мен микроскоп арқылы жақынды көремін, ал телескоп арқылы алысты көремін, дұрыс па? Мінекей, егерде нәпсіні тәрбиелейтін болсаң, ол бір Раббысын көруге арналған бір бақылаушы сияқты болады. Егер нәпсіні тәрбиелемесең, көзіңе құм лақтырып көре алмайғаныңдай, сен де ақиқатты көрмейтін боласың. Сондықтан да нәпсіні тәрбиелеу, не дедік бұған? Тәхсибу ахлак өте маңызды. Адамда рухына, жүрегіне байланған мағынауи сезімдері болғанындай, нәпсісіне байланған жабайы сезімдері де бар. Тәхсиби ахлак дегеніміз бұл сезімдердің барлығын реттестіріп, орын-орнымен қолдану дегеніміз. Менің денемді бір сарай деп елестетіңіздер. Бұл сарайдың сұлтаны, әміршісі менің жүрегім. Бұл сарайдың басқарушысы, дұрыс екенін шешуші менің ақылым. Және де бұл сарайдың қақпасының алдында күзетшілері бар. Және ол күзетшінің қасында бір ит бар. Не үшін? Қору үшін. Ал енді біз, егерде сарайдың күзетшісіне, не екен сарайдың күзетшісі? Тіл. Сарайдың күзетшісіне әрдайым бір пара бергенімізді ойлайық. Әрдайым. Пиццаларды, бақлаваларды, тәттілерді күндіз-түні пара беріп атсың. Күзетшіге берген параларың сарайдың ішіне кірмегендіктен, сарайдың әміршісі жүрек, басқарушысы ақыл, әлсізденіп, барлық күшінен айырылады да, сарайдың күзетшісі және сарай алдындағы ит әрдайым өздері азықтанғандықтан күшті болып, сарайдың бүкіл әмірлігін қолына алады. Ал енді біз кейде байқамай сол нәпсімізді азықтандырып, тойдырып тастаймыз. Бұл параны, азықты алып алған күзетші күшті болғаннан кейін сарайда көтеріліс шығады. Ішке қарай азық кетпейді, сырттағылар күштеніп алды. Көтеріліс шықты ма? Шықты сарайда. Ал бізге ол көтерілісті тоқтату керек пе? Тоқтату керек. Ал біздің ол күзетші мен итке шамамыз келмейді. Қарсы келсек жеңілеміз. Олай болса бізге олардың азық-түлік қоймасын өртеуіміз керек. Осы кезде бізге көмекке кім келеді білесіз бе? Рамазан айы. Тез арада келіп жеткен 30 күндік ораза бұлардың азық-түлік қоймаларын өртеп жібереді. Және сарайдың әмірлігін әмірші болған жүрекке және де билеуші болған ақылға қайтарып береді. Бұл айтқан барлық реттеулерді орын-орнына қойған айдың аты шәһр Рамазан, Рамазан айы. Кейде болады ғой, мысалы машинаңызда бұзылған кезде көлік орталығына апаратын болсаңыз, сізге 4 аптадан кейін кел деп айтады. Неге? Өйткені бүкіл реттеулерінің барлығы бұзылған, солай емес пе? Ал енді біздің денеміздегі бұл реттеулердің бұзылғанын көрген Алла Тағала, сендердің жалғыз өздерің шамаларың келмейді, сендерге бір жәрдемші керек деп бізге Рамазан айын жіберді. Рамазан айы келіп, бұлардың азық-түлік қоймасын өртеп, бүкіл әмірлікті иесіне қайтарып береді. Қалайша Рамазанның мұндай хикметке толы екендігін қараңыз. Ораза ол тек қана аш қалу емес, оның астында көптеген даналықтар бар, соларды білсек қой.